сол бойынша жаңа үйретіп, мынаған қарайсыңдар, мынаған қарайсыңдар, мынаған қарайсыңдар, сол уақытта шалыспай айтасыңдар деп айтқызып шығардым. Сол кезде айтады ғой Айнапай, ой жарадың енді осы класты өзіңе берем деген. Содан мәз болып жүргенде бір күні ашық сабақ болды, соны ашық сабағына өткеннен кейін марқұм Өзер апай келді қасыма. Ол кісі екі тілді бірдей сөйлейді. Жаңағы орыс тілінен де берді ол кезде бастауышта. Сосын айналайын, мен пенсия жасыма жақындап қалып, сен жаңа келген ұстазсың, саған класс не керек, келесі жылы тағы аласың, мына класты мен алармын деді ол. Сосын енді ештеңе деген жоқ. Сосын Айнапайға барып ол кісі алдынан өтті де, маған бәрібір ғой енді кім баласы келсе деп тұрдым, жақсы жарайды деп. Содан кейін барып мына класты мен аламын деп Өзер апай барып сөйтті де, сіздер бірінші классқа алып кетті ағай. Мен сөйтіп 78-дерді қарсы алдым ағай. Иә, сондай мына мерекелерің сәтті өтсін, аман жетіңдер алыс жолдағылар үйлеріңізге. Иә, рахмет, құрметтеп шақырып жатқандарыңызға. Мынау жаңа алдарыңызда алыстан келіп отырған балалар бар, ауылдың дәмі ғой.